Сәлем оқырмандар, менің каналыма подписка жасап, қоңырау белгісін басып, лайк басып қолдап жіберіңіздер. Менде осындай шалбар болатын, осыдан тренд юбка тіккім келді. Бұл маған алғаныма көп болған жоқ, бірақ маған үлкен болып қалды. Мен азып кеттім ба білмедім, әйтеуір осы үлкен болып қалды. Соны киілмей жатқаннан одан юбка тігіп алайын дедім. Әуелі ауын сөгіп бастадым. Міне мен осылай сөгіп алдым ау жағын. Енді бірінші біз артқы бөлігін сөгіп шығамыз. Менден артқы бөлігін бірінші қосамыз. Мына жерде менің белім сәл үлкендеу болғасы маған мен белінен бастап сөгемін және белінен сәл 1 сантиметрдей алып тастайтын боламын. Әуелі белін жартылай сөгіп алатын боламын. Осы жерден 1 сантиметрден қысқартамын. Өлшемі жағынан негізі артын қырықпасаңыздар болады, просто маған сәл белі үлкендеу, сондықтан мен оны 1 сантиметрден кесіп тастадым бұл жерде. Енді мен артқы жағын сөгіп, кесіп дайындап болдым. Енді керекті өлшемді алып, етегінен аяқ жағын кесіп тастайтын боламын. Сіз де өз қалағаныңыздай етіп, өз өлшеміңізді кесіп аласыз. Енді мен артқы бөлігін осылай қосып, инелермен қадап аламын жақсылап. Содан кейін машинкада 1 сантиметр етіп тігіп алатын боламын. Тігіп болғаннан кейін артқы бөлігін осылай оверлоктап аламыз жақсылап. Енді артқы бөлігін мынандай жаңағыдай джинс шалбарға арналған осындай жіптер болады. Осы жіппенен 2 сызық, сандық сызық тігіс жүргізіп аламын.
Жақсылап тігіп шықтық. Енді белін артқы бөлігі мен алдыңғы бөлігін сөгіп шамалы осылай бір-біріне беттестіріп 1 сантиметр тігіп шығатын боламыз. Осылай тігіп алдым. Енді ішкі жағын бір-біріне қаратып, тоже бір-бірімен беттесіп 1 сантиметр тігіп алатын боламыз. Артқы бөлігі дайын. Осылай белдігін әдемілеп тігіп алдым. Енді алдыңғы бөлігін тігуге көшеміз. Мына жерде осылай бір-бірімен қабаттастырып тіксеңіздер де болады негізі, бірақ мен олай қалдырғым келмейді. Маған ондай ұнамайды. Сондықтан мен мына жерден дүзулеп шамалы жерді белгілеп тастап алып тастаймын және түзу тігіспен тігіп шығатын боламын. Енді мен жақсылап осы жерді екі жағында оверлоктап аламын, өйткені сетінеп кетеді және бұл 1 сантиметр ішіне қарай тігу үшін
Енді мен астыңғы жағында қалатын жағын осылай 1 сантиметр ішке қайырып белгілеп алатын боламын, және осы арадан 2 түзу сызық жүргіземін. Және де астыңғы бөлігін тоже осы жерде жүрмес үшін астыңғы бөлігін тоже 1-ге 1 қайырып, бірден оны да белгілеп кететін боламын. Енді үстіңгі жағынан тағы да 1 миллиметр қалдырып, осылай жүргізіп шығатын боламын. Алдыңғы бөлігіміз дайын. Енді бір-біріне қосып, оң жақ бетінен осылай инемен қадап аламыз да жақсылап тігіп шығамыз үстің жағынан. Алдыңғы бетін тіккенімді көрсете алмадым, өйткені видеом ұзақ болып кетті. Сондықтан бетінен тігіп болғаннан кейін тағы да екінші мәрте осылай түзу сызық тағы да жүргізу керек болды. Солай сәнді көрінеді. Алдыңғы сызықты жүргізіп болғаннан кейін енді астыңғы бөлігіне көшеміз. Осылай бір-бірімен теңестіріп алып, 1-1 сантиметрге қайырып шығатын боламыз. Осылай жақсылап теңестіріп аламыз, содан кейін тігуді бастаймыз. Жақсылап бетінен бір жүргізіп аламыз, түзу тігіс, одан кейін тағы да екінші түзу тігісті жүргізетін боламыз. Міне осылай менің юбкам дайын болды. Өте жарасып-ақ тұрды. Бірақ бұндай юбканы бірінші рет киюім. Сөйтіп новый шалбардан 2 рет киген осындай юбка тігіп алдым. Сіздерге де кеңес берем тігуді. Мені қолдап, лайк басып, каналыма жазылып, комментарий қалдырып кетіңіз.